Ал балалар, үйге берілген тапсырма эссе жазып келу болатын. Кім дайын? Жазира, айта ғой. Қазақ даласы асқар тауларда тұрақ қылған, өзен көлдерді суат қылған, көшпенді қазақ халқы салт дәстүрге бай. Саятшылық қазақтың сан ғасырдан бергі жалғасып келе жатқан дала дәстүрі. Құстың қыраны, жылқының пырағы нағыз көшпендіге ғана жарасқан. Жігіттің жеті қазынасына кіретін заттары: ару жары, астындағы жүйрік аты, қолындағы қыран бүркіті, құмай тазысы, берен мылтығы, қақпаны, бала шағасының несібесіне қанайтын қара қазаны. Міне, дала бекзадасы шыға келді. Қазақтың құсбегілігі өнердің төресі, көк еркесі, қыранды қолға үйрету дала мәдениетінің бекзадасына саналған. Аңшылық пен саятшылық қазақтың дала кәсібі. Атақты саяхатшы Марко Поло әлемдегі қилы оқиғалар атты кітабында далалықтардың әр үйінде бір-бірден бүркіт бар. Онымен аң аулайды, саятшылық жасап бой сергітеді деп таңғала жазған. Ендеше ұлт дәстүрі ұлы, игілігі мол іс іргелі бола берсін.